Алматы облысы Қарасай ауданы Бекболат ауылы 1 май орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі Оразбекова Амангүл Шаймұратқызы, алтынсарин төс белгісінің иегері. Тақырыбы Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы. Сабақтың негізгі мақсаттары әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау, шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Сіздер сал мен серінің айырмашылығы неде? Мына суреттегі жатқан адам кім деп ойлайсыздар? Кішкене ойланыңыздар, бұл адам кім? Және бұған қандай анықтама берер едік? Осы суретке қарай отырып, сал деген кім, сері деген кім? Олар қандай адамдар деген ой түйін жасап, кішкене ойлануға 2-3 минут уақыт беремін сіздерге. Сіздер ойланды деп ойлаймын. Енді осы ой түрткі сұрақтың жауабы сал дегеніміз, сал сері дегендегі сал, яғни дәстүрлі қазақ қоғамында ерекше өнерпаздықпен байланысты ұғым. Сал өзінің этимологиясына серіктес жігіттермен ауылға таяғанда әдейі аттан құлап, ауыл қыздары үйге көтеріп алып кіргенше сал болған адамша тырп етпей жата беретін іс-әрекеттен туындаған. Салдың айрықша киімдерімен ерекшеленген. Зерттеуші Диваев салдың үстіне киген киімі халық кимеген түрден болған. Егер ол киген киімі халық кисе, оны кимей қарақұрым киізден киім қылып киеді екен деген. Ел аузында салдықпен жүрісі тәкаппар, мінездері, киім киістері, сән салтанаты туралы әңгімелер көп. Енді сал мен серінің айырмашылығы десек, сал жаңағы оғаш қылық көрсетіп, оғаш қылықтар жасайтын болса, серінің салдан айырмашылығы, сері өте сыпайы, білімді, көркем өнер иесі болған. Оның аңшылықпенен, өнерменен байланысы жоғары болған. Салдар қолдарына бүркіт, құс ұстаған екен. Енді құрметті оқушылар, біз бүгін Абай Құнанбаевтың шоқпардай кекілі бар қамыс құлақпенен Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасындағы аттың сынына тоқталамыз. Абай шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ, қой мойынды қойынжақ бөкен қабақ, аузы омыртқа шығыңқы майда жалды, ой желке үңірейген болса сағақ. Теке мұрын салперін ұзын түсті, қабырғада жотасы болса күшті, ойындеті бөп бөлек омыраулы, тояттаған бүркіттей салқы түсті. Жуан тақыр бақайды жұмырт аяқ, шынтағы қабырғада тұрса аулақ, жер соғалы сіңірлі аяғы тік, жаурыны етсіз жалпақ тақтайдай деп, бізге қазақтың керемет бәйге тұлпарын қандай болу керек екенін осылай суреттеп берген екен. Ал енді Ілияс Есенберлиннің құлагер поэмасын алатын болсақ, бұнда Күреңбай ақан серінің тұлпарын сын айтқан кезде былай деп суреттейді. Сомаяқ, бартық бақай, болат тұяқ, тасындай шұбарала Көкшетаудың тәует бас, қамыс құлақ, қураған жақ, құлан жағы, бұлан мойын, қой жұтқыншақ, қоян жон, жазық жая жаурынды, құс топшы, қос шынтағы, қалқан қырақ, сіңірлі жел соғарлы аяғы тік, түлкі төс, тазы тізе, ит жіліншек, шашақты, шақпақ етті алашұршық, құндыздық қалай біткен құйрыққа дөп деп суреттейді. Енді осы екі Абай менен Ілиястың аттың берген сипатын салыстырамыз, ұқсастығы мен айырмашылығын салыстырып дәптерге орындаймыз. Мінекей Вен диаграммасына сіздер екі ақынның аттың сынын қалай суреттеді, ұқсастығы мен айырмашылығын суреттеп жазасыздар. Яғни ұқсастығын табасыздар және талдайсыздар, айырмашылығы неде. Келесі сіздерге екінші тапсырма, Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасынан көркемдегіш құралдарын талдайсыздар. Яғни автор Ілияс Жансүгіров, шығарманы аты құлагер, оқиға желісі, яғни сюжетін жасаймыз. Басталуы қай жерден басталады? Шиеленсуі, шарықтау шегі және шешімін табасыздар. Қандай көркемдегіш тәсілдер қолданылды? Метафора, метонимия, эпитет, теңеу. Не суреттеді? Немен аяқталды? Жаңағы сюжетін осы жеріне барлығын толықтырып жазасыздар.
Құлагер поэмасын талдаған кезде дескрипторы көркемдегіш құралдарды табады, оқиға сюжетін талдайды, не суреттелгеніне мысал табады, автор идеясын анықтайды. Келесі тапсырмада біз осы ақан серінің өмір жолына Ілияс Жансүгіров поэма жазса, Сәкен Жүнісов ақан сері деген роман жазған екен. Осы романнан сіздерге үзінді келтіргім келіп отыр. Құлагер маңдайына батыраштың жауыздары айбалтамен соққанда, басы шың етіп, көзінің алды жарқ етіп есі ауып омақаса құлады. Үстіндегі мөңкенің қалай ұшып кеткенін де аңғармайды. Ғұмырында бірінші рет құлауы. Құлагер жан дәрменде атып тұрды. Қалай кісінеп жібергенін де аңғармай қалды. Жалбарынған аш жүнге кең өзек жаңғырықты. Қолтығы дірілдеп, балаға қарай аттай беріп еді, бері майысып, қиралаңдап, тілерсегі шоңқайып барып тағы құлады. Басы зеңгіп, астындағы жер дөңбекшіп, өзін шыр көбелек айландырып әкетіп барады. Шекесінен шып-шып аққан, жылым шыққан көзіне құйыла берді. Тынысы тарылып, өзі бұрын естімеген қырыл шықты. Осылайша қаншама аламан бәйгеде алдына еш жүйек салмаған ақан серінің атақты құлагері өлім мен өмір алдында жанталасып жатты. Қиналып жатқан құлагердің осы жолы иесінің сенімнен шыға алмағаны өзегін өртетті. Қадірлі ем күтіп қалды-ау, өзі қайда екен? Шынымен шаба алмайтын болдым ба? Шіркін-ай, бауырым жазылып енді ғана еркін көсіліп ем. Жалғыз шапқаннан гөрі көп атпен қатар жарысып, күш сынасқан қандай қызық. Жапырлаған жұрттың алдынан құйындай ұшып, жер жаңғырған көптің даусы естіген қандай рахат десеңші. Қанша шаршап, әлсіреп келе жатса да, адам даусы қанат бітіріп, көтеріп әкетеді-ау, адам. Адамдарға сонша сенген, өзінің адалдығымен өмір бойы адамдарға қызмет еткен құлагер өзінің ажалының да сол адамдардан болатын сенбейді. Жоқ, мүмкін емес дейді ол. Адам баласы мал жануардың жауы деп дала бөрісін ғана соғып өлтіреді. Жылқыны өйтпейді деп өз ойына өзі араша түседі. Ол ылғи да адам деген мейірімді, жылқы баласына бұдан асқан дос жоқ деп ойлайтын еді. Ол ақанын іздеп соңғы рет кісінегісі келді. Бірақ ерні жыбырлап, дыбысы шықпады, тұла бойы сіресіп, тартылып барады. Осы кезде шапқылаған ат дүбірі еміс-еміс естілгендей болды. Қарағым, қанатым деген иесінің дірілдеген даусы да дәл құлағының түбінен шықты. Ақтық рет ышқынып, басын көтеріп алған құлагер сары аттан түсіп, тізерлеп отыра кеткен ақанның құшағына жағын төседі. Иесінің үсті шылқылдаған су екен. Ағыл-тегіл боп аққан көз жасына малып алғандай, ақанның көзінен аққан бір тамшы жас өлі көзге түсіп, жан бітіргендей дір етті. Ақан қайғыдан аһ ұрып, егіліп, 10 жыл серік болған аяулы досының көзін жапты. Енді ереймен баурайында сынып түскен қанатымды қалдырып барамын деп егілген ақан соңғы рет құлагеріне қарады. 10 шақты жігіт астына арқан салып, құлагерді терең жамбыға түсіре бергенде көзінен жас сорғалаған ақан: «Апыр-ай, абайлаңдаршы, бір жеріммен тіктіріп алмаңдаршы» деп тағы да егілді. Жан серігі пырағынан айырылған ақан құлагердің ер-тоқымын арқалап, күнбатысқа қарай зарлап бара жатты. Іштегі ащы күйіктен төгілген құлагер әні, ақан зары дүниеге осылай келді.